кешкі асқа тез әрі дәмді болатын альфредо пастасын жасаймыз. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін бауырдан жасалатын котлеттің рецептімен бөліспекшімін. Ол үшін бізге бауыр керек болады. Мен бұл жерде сиырдың бауырын алдым. Сүт, пияз, 2 тісше чеснок, сәбіз, ұн және де татымына қарай тұз бен бұрыш, жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен бауырымызды дайындап аламыз. Бауырдың сыртындағы жұқа пленкасын алып, жуып, кесіп, ет тартқыштан не болмаса блендерден өткізіп аламыз. Ал ендеше бірге жасап көрейік.
Мінекей біздің котлеттеріміз осындай дайын болып шықты. Дәмі өте тіл үйретіндей, өте дәмді, құрғақ емес, сочный болып шығады. Сонымен қатар 1 килограмм бауырдан осыншама порция шықты менде. Әрине бұның бәрін жеп бітіру мүмкін емес. Сол үшін мен морозильникте сақтайтын боламын. Керек кезде микроволновкаға алып, жылытып жей беретін боламыз. Видео ұнаған болса, лайк басып, подписка жасап, және комментарий жазып кетіңіздер.
дәл осындай жұмсақ құймақ сияқты болып пісетін жеті нан пісірамыз. Ал ендеше видео